Кітап білім бұлағы, есіңде тұт мұдамы. Көп оқыған инсанлар болар дәуірдің маманы. Хақиқатында да біз көп кітап оқу арқылы өзіміздің күтпеген нәтижелерге ерісуіміз мүмкін. Айне уақытта біз республикалық балалар кітапханасындамыз. Бұл жерде тек қана кішкенелеріміз емес, бәлкі жастарымыз да бүгінгі күнде оқып, білімдерін асырып келмекте. Өз ертегіңді жаз атамасындағы міне бұл кітап біздің сеңлесіміз, достымыз Байрам Қалиевке тиесілі. Әлбетте бұндай кітаплардың дөрілуінде оған міне бұндай кітапханаларда білім алу, ізденістер тикар болған болса тәжіп емес. Келің бұл кітап хақында автордың өзінен толығырақ мағлұмат алсақ. Ең бірінші нәубетте осы кітапхананың орны үлкен деп ойлаймын. Себебі бұл кітапханаға 2021 жылдан бері заман. Бұл жерге бос уақытларымда келіп кітап оқуларды жақсы көремін. Себебі бұл жерде әдеби кітаптар, өзіме керек болған әр түрлі кітаптар табу мүмкін. Кітаптың жазылу тарихы болса, мен өзімнің кішкене уақытымнан бастап Шыңғыс Айтматов, Откар Хашимовтың кітапларын көп оқимын. Осыған хәуесленіп, поэзия тарауына қызығушылығым басланды. Кейін алай осы кітапты Өзбекстан жазушылар алқамының ағзасы, Қарабақстан халық жазушысы Алназар Абдиевпен біргелікте осы кітапты жазуға мәсәр болдым. Бұл кітап травлар деп аталады, яғни қысқа қатарлар. 100 сөзден аспаған қысқа қатарлар болады. Білеміз, Байрам міне бүгінгі күнде социал тармақлар жүдә кең рауажанған. Әлбетте әрбіріміз мағлұматларды қысқа уақыттың ішінде алуды қалаймыз. Сізде жастарды кітапқа оқуға тарту үшін неге ітібар қараттыңыз? Қазір күнде жастарымыз кітап қызығушылығы сәл азайып баратыр. Соның үшінде қысқа қатарлар қылуға әрекет еттім. Қысқа сөздерменен көплеу мәні беруге әрекет еттім. Ал аты болса, яғни өз ертегіңді жаз аты болса, маған колобок ертегі, яғни бауырсақ ертегінен келіп шықты. Яғни бауырсақ ертегін білеміз. Бауырсақ болған үшін ата-анасы оны қашандыр жеп қою мүмкін еді. Бірақ ол сол несіне қашып кетіп, жолда әртүрлі аюды көреді, қоянды көреді, һәм ақырында түлкіге желінеді. Бірақ соған дейін ол түрлі жоллардан өтіп, өзінің қиыншылықтарын жеңеді, һәм өзінің ертегін жаза алады. Яғни әрбір инсан осындай комфорт зонадан шыға алсақ, әрбір инсан дискомфорт зонаға өтіп, өзіміздің қиыншылықтардан өтсек қана өзіміздің ертегімізді жаза аламыз деген осы тақылетте кітапты жазуға һәм атын қоюға әрекет еттім. Қазір жастар демейік, әрбір инсан еліне де болмаса зерігіп кетуі мүмкін. Соның үшін де қысқаға қылуға әрекет еттім. Һәм де қазірде өзімде кітапханалық бойынша түрлі жарыстар өткеріп тұрамыз. Һәм қолдан келгенше өзіміздің кіші болған студенттерді болмаса оқушыларды қымбат бағалы сауғалар арқылы қызықтыруға әрекет етеміз. Сол арқылы біздер кітапханалықты рауаждандырып жатырмыз қолдан келгенше. Сіз көбірек қандай әдебиетларды оқисыз? Дүние әдебиетінде көрнекті уәкілі Шыңғыс Айтматовтың бір ажайып бір сөзі бар. Яғни инсан бірінші мәрте кітап оқығанда ол таза дос тауған болады. Ал екінші мәрте оқығанда болса ескі досымен ұшырасқандай болады деп айтады. Мен көбірек кітап оқыған уақытымда деканнан ішінде, яғни кітап жанрында ішінде әртүрлі уақиғалар болғанын қалаймын. Себебі бір жанрында кетіп қалса, ол адамды зеріктіруі мүмкін. Мәселен, ең ақырғы ажайып кітапларының бірі бұл Откар Хашимовтың «Екі ешік арасы» кітабында. Ол кітапта жүдә ажайып темалар берілген. Яғни мұхаббат, ұрыс уақытындағы уақиғалар, қиянет. Бір кітаптың ішінде түрлі инсанға әртүрлі сезімдер беретұғын уақиғалар болады. Соның ішінде сондай кітаплар, яғни әртүрлі уақиғалар болатұғын кітап маған ең көп ұнайтұғын кітаплардың бірі есептелінеді. Міне бүгінгі күнге шейін бір кітапты неше мәрте оқығансыз? Менің өзіме ең кітапты 2 мәрте оқу маған зерекелі деп түйіледі, бірақ айырым уақытлары саясатқа байланысты, я болмаса ярлауы керек болған сөздер кітаплар болса 2 мәрте оқуға әрекет етемін. Себебі ол кітапларды 2 мәрте оқымасақ, өзімде толық мәніне түсін ере алмаймын, һәм біреуге де жеткеріп бере алмауым мүмкін. Соның үшінде осындай кітапларды 2 мәрте, ал әдеби кітапларды 1 мәрте оқуға әрекет етемін. Кітап оқу мәселесінде жастарға қандай кеңес бересіз? Кітап оқу мәселесінде деканнан өзімнің теңдестеріме беретін ұсыныстардың ең біріншісі, әрдайым кітап оқыған инсан бәрібір басқашалау болады, пікірлеуі кең болады, һәм әр тәрбиелеме жетік инсан болады. Яғни
кітап оқыған инсанда бәрібір сөйлеуі, пікірлеуі үстірек болады. Хамде Ал-Хорезмидің бір гәпі бар, инсан ешқашан тоқтамау керек. Егер инсан тоқтаса, отырғысы келеді, отырса жатқысы, жатса болса ұйқысы келеді деген нәрсе бар. Яғни инсан ешқашан бір жерде тоқтап қалмау керек. Хақиқатында да кітап бұл біздің ең жақын достымыз. Соның үшін да әр біріңізді кітап оқуға шақырып қаламыз.